Сәлем достар, сіздермен Азиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңізге сәттілік тіледім. Бүгін осындай өте оңай әрі дәмді таңғы асқа арналған керемет сырники жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге осындай сүзбе, яғни творог және де 2 жұмыртқа, қант, ұн қажет болады. Ең басты нәрсе бұл жерде бізде сүзбе, яғни творогтың осындай құрғақ түрін таңдағанымыз жақсы. Яғни біздің қамырымыз бірігуі керек, сол үшін осындай керемет творогты таңдайтын боламыз. Ешқандай су болмау керек, яғни су болатын болса, оны сығып шығарып тастайтын боламыз. Бізге құрғақ творог қажет болады. Енді осыны осылай блендермен немесе шаншқының көмегімен жақсылап езіп шығатын боламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы болып бірігетін болады. Енді оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып жаратын боламыз. Содан соң жақсылап араластыратын боламыз. Және де қантымызды бірге салып жібереміз де, жақсылап шаншқының көмегімен осылай езіп шығып араластыратын боламыз. Шаншқы немесе блендермен де араластырсаңыздар да болады. Мен шаншқымен араластырдым. Енді оның үстіне ұнымызды салып, тағы да осы шаншқымызбен жақсылап араластырып шығатын боламыз. Жақсылап езуіміз керек, сол кезде біздің сырникіміз жақсы болып шығады. Осылай езіп аламыз да, енді тақтайшамызға ұн сеуіп жібереміз, және де қолымызды да ұнға малып аламыз да, себебі қазір біздің қолымызға жабысуы мүмкін. Сол себепті осылай қолымызды ұнға сеуіп алатын боламыз. Енді осындай формамен, арнайы формамен немесе бокальчиктермен де жасауға болады. Сөйтіп формасын барлығын шығарып аламыз, және де табамызды сары маймен жақсылап, сары майымызды ергенше май қылып шығарып алатын боламыз. Содан соң сырникиларымызды ақырындап салып пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің сырникиміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.